Керемет дәмді. Артық салмақ тастағыларыңыз келсе, міне осындай тағам жеулеріңізге болады. Так, сәлем достар. Бүгін папа өте пайдалы және тез жасалатын тағамның рецептімен бөліскім келеді. Міне сәбіз балконда тұрып мұздақ қапты. Сыр, кәдімгі қатты сыр. Мынадай күштен өткіземіз, араластырамыз. Бір жұмыртқа жетеді, 2 жұмыртқа қосуға болады. Осының барлығын араластырамыз. Тұз ештеңе қоспаймыз, өйткені сыр өзі дәмі тұзды. Неге достар, сәбіз, сыр, ірі күштен өткізген жайын бір жұмыртқа. Осыны араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз, ештеңе дәмдеуіштер қоспаймыз. Достар, міне қараңыздар, сыр аздау, бір жұмыртқа да аздау, өйткені бұдан біз лепешка жасаймыз, сол кезде бірігу керек. Құрамы барлығы бірігу керек, сондықтан тағы бір жұмыртқа қосып жіберемін. Мен тағы бір жұмыртқа қосып жібердім, жақсы бірігу үшін. Осыдан қазір лепешка жасаймыз, бұны духовкада пісіреміз. Сыр көбірек болса, онда бір жұмыртқа жетеді. Сыр еріп, жақсы жабысады. Неге сыр аздау болып қалды. Противенді аламыз. Менікі газ духовкасы, менікі пергамент қағазын төсейміз, жабыспау үшін. Енді мен мынаны алып 4 лепешка жасағым келіп тұр. Үлкендеу 2 лепешка да жасау болады, 3 лепешка, негізі 3 жасай салайын. Енді осыны жаямыз. Формасын өздеріңіз білесіздер. 4 бұрыш тығып жаясыздар ма, 3 бұрыш тығып жаясыздар ма, мен сияқты дөңгелек етіп жаясыздар ма, оны енді өздеріңіз білесіздер. Жалпы техникасы түсінікті деп ойлаймын. Болғаннан кейін көрсетемін. Міне жұқа етіп жайып шықтым. 3 лепешка шықты. Қазақшалап айтсақ, жайдым ғой. Көкөністен жасалған жайма дейік. Енді осыны газ пешке жібереміз, яғни духовка. Менде газ пеш, сіздерде тоқ пеш болса тіптен жақсы, асты үсте бірдей піседі. Әлі қызған жоқ, қызып тұрған пеште бір 15 минуттың ішінде пісіп шығады. Астына май жағуға ұмытып кетіппін жандарым, негізі май жағы салу керек. Көрерміз енді. Друзья, думаю, что все готово. Да. Надо қалақшамен аламыз. Қараңыздар, асты еш жабыспайды. Май жаққанда жоқпын. Я не смазывала маслом пергаментную бумагу, оказывается, и не надо. Вот қараңыздар, асты. Газ духовка свой. Вот тек қана астынан беріледі, сондықтан мен осылай болып піседі. Керемет. Екеуін алдым, біреуін қалдырдық. Екеуін алыма, мына өзіме қараңыздар, лепешка. Яғни менің айтпағым, бұл өте тойымды тағам болғандықтан құр өзін жеуге болады. Немесе мен сияқты қаймақ жағып жеуге болады. Үйде көкөніс болса, помидор, огурцы, салат, аскөк салып жеуге болады. Донер ретінде, ет салуға болады. Тауық еті болса тіптен жақсы. Мен былай орайсыздар да, жей бересіздер. Менде үйде көкөніс қалмап, сондықтан қаймақ жағып, орап жатырмын. Керемет дәмді. Және мұны жеп алғаннан кейін қарындарыңыз көпкеден ашпайды. Өте тойымды. Сыр, морковь, жұмыртқа. Ішіне не қалайсыздар, соны салуға болады. Жұмсақ. Артық салмақ тастағыларыңыз келсе, міне осындай тағам жеулеріңізге болады. Видеом соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғыс білдірем, рахмет. Дастархандарыңызда әрқашан дәмді, әрі пайдалы тағам болсын.